Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз хит болған тары қосылған десерт жасайтын боламыз. Дастарханның сәнін беріп тұратын, дәмі бір жегеннен ауыздан кетпейтін бұл десерттің жасалу жолы өте оңай. Ал ендеше ыдысымызға 70 грамм тарыны аламыз да, үстінен ыстық су құйып, жақсылап жуып аламыз тарымыз тазарғанша. Және де үстінен сүт қосып, баяу отта тарымызды қайнатамыз. Содан соң ыдысымызға тарымызды салып аламыз да, үстінен 25%-дік 300 грамм қаймағымызды қосамыз. Осы қаймағымызды саламыз. Одан кейін сгущенканы, қоюлатылған сүт сгущенканы қосамыз, дәміне қарай қосамыз оны. Және де екеуін жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Бұл десерт өте ерекше, дәмі сондай күшті. Бір жегеннен ғашық болып қаласыз бұл десертке. Және де енді осы десертімізді әдемі креманкілерге салып шығамыз, осылай порционны. Сонымен қатар бұл десерт ораза айында өте ауызашарға немесе сәресіне өте тойымды, асқазанға ауыр емес, пайдалы десерт. Бұл десертті жегеннен кейін күн ұзағына тоқ жүретін боласыз. Сондай тойымды, дәмді десерт. Және де осы десертте осылай бетін безендіру үшін екі түрлі топпинг жасадым. Міне шоколадты су буында ертіп алып араластырамыз осылай. Және де сары ірімшік үккіштен өткізіп осылай жасап көрдім. 3 данасына осылай үккіштен өткізілген сары ірімшікті сеуіп шығамыз. Бұл ірімшік тарымен өте үйлесім табады, дәмдері бір-біріне күшті үйлесім тапты. Және де шоколадпен жасаған десертімді морозильникке жарты сағатқа қоя тұрдым. Морозильниктен шыққаннан кейін осылай шоколадты жағып бетіне шыққан кезде бірден қатып қалды. Әдемі, ерекше болып көрінеді. Бұл да жасап көруге кеңес беремін. Шаймен өте күшті кетеді бұл десерт. Өкінбейсіздер, жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жансая. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Алда талай неше түрлі жақсы десерттер, жақсы рецепттер түсіретін боламын. Келесі кездескенше.